Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Секенова Балқымыс Байжанқызы, Жанайдар Мусин атындағы жоғары қазақ педагогикалық колледжінің педагогика пәнінің оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі. Бүгін бастауыш білім беру мамандығы бойынша екінші курс студенттеріне пән жаңа педагогикалық технологиялар тақырып дамыта оқыту технологиясы бойынша дәріс сабағымды өткіземін. Бұл жерде жоспар бойынша 3 сұрақ қарастырылады. Дамыта оқыту технологиясының пайда болу тарихы, дамуы, жақын даму аймағы және өзекті даму аймағы екінші сұрақ. Үшінші сұрақ оқыту үрдісіндегі даму. Бұл жерде тарихына тоқталатын болсақ, ең бірінші 20 ғасырдың 30 жылдары Выгодскийдің осы дамыта оқыту технологиясына қосқан үлесі зор, мәдени тарихи концепциясының тұжырымдамасын қалыптастырған болатын. Дамыта оқыту технологиясын бастамас бұрын бірінші орында даму дегеніміз не екеніне тоқталып кетейікші. Даму дегеніміздің өзі мынау баланың сандық және сапалық қасиеттерінің жиынтығы деп айтамыз. Сандық жиынтық ол әрине жыл өткен сайын баланың саны өсе береді, ал сапалық қасиет ол дегеніміз әрине білім болып табылады. Олай болатын болса, бұл жерде Выгодскийдің 20 ғасырдың 30 жылдары осы дамыта оқыту технологиясының негізін қалаушы және мәдени тарихи тұжырымдамасын жасап беруші болып табылады. Бұл жерде Выгодскийдің жұмысын арман қарай жалғастырған Леонтьев, Гальперин, Запорожец, Ильконин, Давыдовтарды айта кетуге болады. Бұл жерде Гальперинға тоқталып кетсек, кезең-кезеңменен даму жолдарын, қалыптасу жолдарын айтқан болатын. Поэтапное формирование деген ұғымды осы Гальперин зерттеген болатын. Сонымен қатар дамыта оқыту технологиясының пайда болуына тоқталатын болсақ, 60 жылдарынан бастап 20 ғасырдың осы жаңа Гальперин, Давыдов, Илькониндар өзіндік Выгодскийдің концепциясын жалғастырушы болып табылады. Сонымен қатар бұл жерде Выгодскийдің жақын даму аймағы және өзекті даму аймағы деп екі аймаққа бөлуін біз қарастырамыз. Әрине жақын даму аймағы ол мынау баланың ішкі жан дүниесіне үңілу, танымдық белсенділіктеріне баса назар аудару. Жақын даму аймағы әрине бірінші отбасынан басталады, екінші мектеп табалдырығын аттаған оқушыларды қабылдаушы мұғалімге тікелей байланысты болып келеді. Қалай балаға көмек жасау, қолдау жасау. Бұл жерде бастауыш сыныптың мұғалімдері басқа мұғалімдері қарағанда өте сондай жауапкершілігі мол, ұйымдастырушылық қабілеті, академиялық қабілеті, перцептивтік қабілет, коммуникативтік қабілеті өте бай болып келу керек. Жақын даму аймағы баланың өз бетінше орындай алатынынан, бірлесе отырып істей алатынына қарай көшудің мүмкіндігі деп қарастырады. Яғни бұл жерде біз мынау қазақстандық Асхат Әлімов педагогты алып қарайтын болсақ, бұл кісінің де еңбегінде мектепте интербелсенді әдістерді қолдану деген оқулығынан біз көре аламыз. Яғни
бала бұл жерде мектеп табалдырығын аттаған бала дейді, білімді дейді. Білімсіз бала жоқ деп қабылдайды бұл кісі, Асхат Әлімов. Яғни отбасында бала көп өзіндік жақын даму аймағында өмір сүріп келеді. Мектеп табалдырығын аттаған бала, оқушы, ол өзінің отбасының мүшелерін жақсы біледі, отбасындағы болып жатқан жағдаяттардан хабардар болып келеді. Сондықтан барлығы білімді деп тұрғаны сол себептен. Білімін артынан қарай ұштастыру үшін бастауыш сынып мұғалімі оқушымен жұмыс жүргізген кезде әрбір өткен тақырыбын отбасымен байланыстырып отырса, баланың бойында толық даму жүріп отырады. Сонымен қатар осы жерде Выгодский интериоризация, экстериоризация деген ұғымдарды көрсетеді. Интериоризация дегеніміз ол баланың ішкі дамуы, іштегі танымдық белсенділіктердің қалыптасуы. Экстериоризация дегеніміз ол сыртқы факторлардың әсері, баланың толыққанды дамуына әсер етуші бірден бір тұлға, ол мұғалім болып саналады әрине. Мұғалім алдына келген оқушыларын біріншіден мұғалімге қойылатын, бастауыш сынып мұғаліміне қойылатын талап, ол өзінің мамандығын жете білуі, өзінің мамандығын жете сүюі. Екіншіден балаларды жақсы көруі. Осындай ұстанымды ұстанып келген мұғалім, ол оқушыларын әрине өзінің уақытын аямай бар бойындағы жақсы қасиеттерін де қалыптастырады және білімін де толыққанды жеткізе алады. Сонымен қатар жақын даму аймағының мәні бала өз дамуының белгілі бір кезеңінде оқу міндеттерін ересектер басшылығында не ақылдылы дос-жарандарымен араласа жүріп шешуі мүмкін дейді. Жанындағы сыныпта неше оқушы бар, сонша оқушылар бір-біріне жаңағы экстериоризацияланады, яғни ықпал етіледі. Ол үшін оқыту барысында мұғалімнің әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдануы, топқа бөліп ықпалдастыруы, бір-біріне әсер еткендей қандай да бір тақырыпты ашу барысында әсіресе оқушының оқушыға беретін ықпалын білуі тиіс. Бұл жерде мұғалімнің бойынан табылатын қабілеттермен бірге байқампаздық, зерттеушілік қабілеті де басым болуы керек. Бұл жерде тағы да біз айта кететін болсақ, Абайша айтатын болсақ, мынау тамақ ішсең дейді, тоясың, ұйықтасаң ұйқың қанады дейді. Ал білімге деген ашкөздікті осы бастауыш сыныптан бастап біз баланың бойына қалыптастыруымыз керек. Яғни бала мынау керемет қазақстандық педагог, қоғам қайраткері, кезінде бірнеше әдістемелік құралдардың авторы, мынау Рафика Бекенқызы Нұртазинаны айтып кетуге болады. Ол кісі де осы бастауыш сыныпты қатты зерттеген, ойнайды да ойлайды атты әдістемелік құралының оқулығын жазған. Бұл жерде бұл кісі бастауыш сынып оқушыларын алтынға теңейді. Алтынды қорытып, әртүрлі қалыпқа келтіруге болады дейді. Тура сол сияқты баланы, алдыңызға келген баланы, егер де сіз жаңағындай мамандығыңызды жақсы көріп тұрсаңыз, әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдану арқылы толықтай даму жүріп жатқанын көруіңізге болады. Сонымен қатар Выгодскийдің жаңағы жақын даму аймағы бойынша тағы да тоқталатын болсақ, бұл жерде жақын даму аймағы бастауыш сыныпты аяқтаған кезде аяқталуы тиіс.
ортаңғы буынға шыққан кезде ол толыққанды даму үстіндегі жеңімпаздығы бар субъектіге айналу керек. Яғни даму дәрежесіндегі оқушы тұлғасына айналу керек дейді. Выгодскийдің дамыту оқыту практикасының әдіснамалық алғы шарттарына тоқталатын болсақ, психикалық дамудың қозғаушы күштері жөніндегі түсінік. Әрине бұл жерде қозғаушы күш оқу болып табылады. Оқу бар жерде әрине даму да жүріп жатады. Интериоризация механизмі жөніндегі түсінік. Жаңа ғана айтып кеттім, интериоризация дегеніміз ол ішкі қозғаушы күш, психикалық қозғаушы күш, яғни баланың ішкі жан дүниесін, жаңағы мұғалімнің бойынан перцептивтік қабілеті басым болатын болса, баланың ішкі жан дүниесіне үңіле де біледі, баланың қабілеті қай жаққа қарай екендігін анықтай ала алады, және дамыта да ала алады. Сонымен қатар сананың дамуы мен жүйелік мағыналық құрылым жөніндегі ереже. Әрине бұл жерде оқытудың саналылық белсенділік принципін ұстану керек мұғалім. Әр балаға, яғни оқушыға еркіндікті беру керек. Еркін бұл жерде бала өзіндік жұмысты атқара ала алады. Дамудың әлеуметтік жағдайы жөніндегі ереже. Әрине, дамудың әлеуметтік жағдайына тоқталатын болсақ, бұл жерде жаңағы даму үстіндегі оқушы тұлғасы енді өзекті даму аймағына айналу керек. Жақын даму аймағынан өзекті даму аймағына айналу керек. Яғни өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі бағалау, өзін-өзі әлеуметтендіру, өзін-өзі өзектендіру, өзін-өзі дамытумен де бала айналыса алатын деңгейге шығу керек. Белгілер арқылы психиканы дамыту концепциясы. Әрине бұл жерде танымдық белсенділік, танымдық процестерге тоқтала кетуімізге болады. Бастауыш сыныпта егер оқушының зейіні тұрақты болатын болса, тұрақтылыққа бағытталатын болса, мұғалімнің айтып жатқан, беріп жатқан ақыл кеңесін тыңдайтын болатын болса, сонымен қатар ой саңлақтары оянуына алып баратын жолдар жаңағы танымдық процестердің белгілерін байқап бақылап отыру керек. Қиялын дамыту, есте сақтау қабілетін дамыту, мынау ой өрісінің дамытқанын барлығын жаңағы бастауыш сынып мұғалімнің байқампаздығына тікелей байланыстырылып келеді. Дамудың бір қалыпты жүрмейтіндігі және кризистік кезеңдері жөніндегі түсінік. Әрине, адам болғасын әртүрлі өтпелі кезеңдер болады, жағдаяттар болады, сыныптың ішінде бір баламен бір баланың келіспей қалуы болады, неше түрлі жағдаяттар болады. Сондай жағдаяттардан тиімді, зиян тимейтіндей, баланың психикасына қатты әсер етпейтіндей жолдарды табатын да мұғалім болып саналады. Сонымен қатар Выгодский былай деп жазады: педагогика бала дамуының өткен емес, болашағына бағдар жасау қажет дейді. Өте орынды айтылған. Оқыту тек дамудың алдында жүргенде ғана жақсы болады. Яғни оқытуды жаңа ғана айтып кеттім, қозғаушы күш деп қабылдауымыз керек. Оқыту бар жерде, оқу бар жерде бұл даму да бірге жүріп отырады. Сонымен қатар оқыту, жаңа Асқат Әлімовты айтатын болсақ, ол кісі қозғаушы күш ретінде оқытуды қажеттіліктерменен байланыстырады. Оқыту бала саналы түрде түсіну керек, өз үшін оқуы керек екендігін, ол бір тура өзіне қажет дүние екендігін, болашағына, келешегіне зор ықпалы бар екендігін бала саналы түрде түсінуі керек. Сол кезде ол жетілу кезеңінде тұрған жақын даму аймағындағы бір қатар функцияларды оятып, қозғалысқа шақырады.
Назарларыңызға рахмет.